Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, өте жұмсақ рогаликидің рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен жылы сүтке жылы су қосып, оған ашытқымыз бен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өтті. Осылай біздің апарамыз дайын болды. Оны енді шұңғыл ыдысқа құйып аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқаны жарып, жұмыртқаның сарысын алып қаламыз. Оның үстіне май, қалған шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне електен өткізілген ұнды саламыз. Басында қасықпен араластыру қиындағанда қолмен қамыр илейміз. Міне өте жұмсақ қамыр илеп болдық. Енді оның бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге көтерілгенге шейін қойып қоямыз. Міне 1 сағат өтті. Қамырымыз осылай көтерілу қажет. Енді оны ыдыстан босатып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен әр бөлікті 50-55 граммнан бөліп шықтым. 60-70 граммнан бөлсеңіздер де болады.
барлығын бөліп болғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Формасын видеода көрсетілгендей қылып жасаңыздар. Мен ішіне вареная сгущенка салдым. Жем, варенье салсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Жасап болғаннан соң бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минут өтті. Енді оның бетіне алып қалған жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз. 170-180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне біздің рогаликілеріміз дайын. Ас болсын.